Павлодар және Жезқазған мұнай құбыр басқармаларының мамандары коронавирусқа қарсы вакцинациялаудың екінші кезеңінен өтуде. Дәрмек қабылдағандардың барлығы өздерін жақсы сезінеді және өз өмірлерін сақтандырғаны үшін разы. Бейбіт Бөжен вакцинацияның паспортын алған әріптестерімізбен сұхбаттасып қайтты. Павлодар басқармасында еңбек ететін 146 мұнай құбыршы коронавирусқа қарсы екпенің екі кезеңінен де өтті. Дәрмек алғандардың барлығы өздерін жақсы сезінуде. Ауру жұқтырамын деген қорқыныш сезімдері сейілген. Солардың бірі Әлия Шоқалақова. Ол вакциналуға негізді түрде келісім бергенін айтады. Я получила второй этап вакцинации. Вакцинациялаудың екінші кезеңінен өттім. Өзімді керемет сезінемін. Жоғары температура, бас ауру сияқты белгілер болған жоқ. Екпе егуге алғашында жүрексіндім. Алайда дәрігер әпкемнің кеңес беруінің арқасында вакцина алуға бел будым. Ол үшін өкінбеймін. Бұл аурудан сақтануымыз керек. Мәселен, жақында менің жақсы араласатын көршім ковидтен қайтыс болды. Олай болса, екпе алудан жалтармау керек деп ойлаймын. Вакцина алу адамдардың өздерін қоғамдық көлікте еркін қозғалып, бөгде адамдармен қарым-қатынас жасауына, кинотеатр, мейрамхана, сауда үйлері секілді әлеуметтік нысандарға баруға мүмкіндік береді. Мұны Жезқазған басқармасының мамандары да жете түсінген. Қазіргі таңда 172 адам беті жаман ауруды жұқтырмаудың алдын алған екен. Чем скорее мы провакцинируемся, тем быстрее мы придем. Біз тездетіп вакцина алсақ, бұрынғы үйреншікті өмірге жылдам ораламыз. Яғни теңізге демалысқа барамыз, туған туысқандарымызбен, жақындарымызбен кездесеміз. Мен алғашқылардың бірі болып екпе алдым және отбасымды, әріптестерімді сақтандырдым. Құмкөл бас мұнайдау станциясының еңбеккерлері де екпе ектірді. Вақталық әдіспен жұмыс істейтін олар, бұл ауруға шалдықпаудың жалғыз жолы жаппай иммунитетті көтеру екенін айтады және екпе алуға шақырады. Вакцина салған себебім өзімді, отбасымды, әріптестерімді болып жатқан індеттен сақтау үшін салдырдым. Қазіргі уақытта өзімді жақсы сезінемін. Сіздерді вакцина салуға шақырамын. Әлемдік және Қазақстанда болып жатқан коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина салғыздым. Қазіргі күнде менің жағдайым өте жақсы. Бұл вакцина салудағы мақсатым отбасын және өзімді қорғау мақсатында. Және сіздерге де вакцина салдыруды ұсынамын. Құрылымдық бөлімшелерде ұйымдастырылған, орталықтандырылған екпеге белгілі себептермен қатыса алмағандар тұрғылықты мекен жайы бойынша емханаларда дәрмек қабылдай алады. Жақын күндері өмірлерін сақтандырғандардың саны артады деген сенім зор. Бейбіт Бөжен, арнайы корпоративті телеарна үшін.